Саламатсыздар ма? Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мен біріктірілген блоктардың жегіне матасын жүргізуді, яғни қаймасын, су жүргізуді және қант жүргізуді көрсететін боламын. Олай болса мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ол үшін біз сызғышпен 1 метрлік сызғыштарыңыз болу керек, немесе жаңа метражный ленталар болады, сонымен өлшеулеріңізге болады. Ұзындығын өлшеп аламыз. Жаймен блоктарды сәл ғана тартып отырасыздар, қатты тартпаңыздар. Өлшеп, ұзын менде 1 метрлік сызғыш линейка, сонымен екі жағын өлшеп аламын, ұзындығын және енін. Ұзындығы менде мына жерде 1,88 сантиметр шығып тұр. 1,88 сантиметр шығып тұр. Енінде жаймен сәл тартып отырасыздар. Блок өйткені бұл құрақ болғаннан кейін шамалы бүрісіп қалуы мүмкін. Қатты тартпаңыздар. Бұл жерде 55 сантиметр, бергі беті 55 сантиметр. Арғы бетін көреміз. Арғы бетірде сондай болу керек. Не жарты сантиметр былай кетуі мүмкін, плюс-минус. Бұл қаншыққамен құрақ. Бірақ дегенменде 55 сантиметр болып тұр екен. Енді осының ортасын екі шетіне мата қою үшін біз 0,5 сантиметр немесе 1 сантиметр ішке қарай бормен сызып өлшеп алуымыз керек. Өйткені ол бізге тігіске кетеді. Сондықтан ішкі қалған ішкі сантиметрлері есептеледі. Бізде мынау 55 сантиметр дедік. Енді екі шетінен 1 сантиметр алғанда ортасы 53 сантиметр болады. Ұзындығы 1,88 сантиметр. 1 сантиметрден шегерген кезде ұзындығы 1,86 сантиметр болады. Жазып алыңыздар, немесе есте сақтаңыздар. Екі шетінен 1 сантиметр алған кезде ортасы 53 сантиметр болады, жегі 1,86 сантиметр болады. Енді екі шетінен матаны өлшеп аламыз. Матаны өлшеген кезде ұзындығы борысты, ұзыннан өлшейсіздер, қырынан өлшемеңіздер, өйткені матаңыз жегі салбырап қалады. Енінде ұзындығында ұзыннан өлшейсіздер. Ені ұзындығы мысалы 1,88 қылып аласыздар, жаңа көрпіше 1,88 болған. Ұзыны 1,88, ені 16. Екі ұзын матадан 1,88, ені 16-дан екеу қиып аласыздар. Еніне жанына ені 21 сантиметр, ұзындығы 21 сантиметр болады, ені 85 сантиметрға аласыздар. Екі дана ұзындығы 21 сантиметр, ені 85 сантиметрден екі дана қиып аласыздар. Матадан шатаспайсыздар, қалында енінде ұзындығында қиған кезде матаны ұзыннан қиясыздар. Қиғашынан қимаңыздар, өйткені көрпеңіз салбырап қалуы мүмкін. Сондықтан барлығы борысты бір қары, бір керкі жату керек. Жаңа түгі деп жатамыз ғой, алдыңғы видеоларды көрсеңіздер, мен барлығын көрсеткенмін. Түгі төмен қарап тұру керек. Сол төмен қарай тұрған кезде ұзындығында төмен қарап қиясыздар, енінде төмен қарап өлшеп қиясыздар. Сол кезде көрпешелеріңіз әдемі болып тұрады. Матасын қиып болдық, енді жектеріне қаймаларын қойып аламыз. Абайлайсыздар, барлығының түгі біркелкі болып жату керек. Құрақтағы блоктарында түгі біркелкі болып жатады, жегіндегі қаймаларында түгі біркелкі болып жату керек.
әйтпесе көрпешеңіз қысым жоғалтып алады. Енді мен сіздерге суда қалай жүргізу керектен үйретіп көрсетіп өтейін. Суға кәдімгі 3 сантиметрлік ақ лентадан ала бересіздер, құраққа қиған. Соны мына шетіне қоясыз, алдында орнын сызып өткен жерге лентаңызды қоясыз, сәл 1 мм асырып қоясыз. Үстіне неған қайманы үстіне қоясыз да тігіп өтесіз. Бір жолғып тігіп өтесіз. Жаймен ашып реттеп қойып отырасыздар, өйткені қисық кетпеу керек. Лентаны жаймен тартып отырасыздар. Мынандай болып ашқан кезде осындай болып ақ су шығып тұрады. Жегіне бұны құрақтың жегіне кейде осы қайманың екеуінің ортасына қояды, кейде қоюға да болады, кейде қоймауға да болады. Бірақ мен сіздерге көрсетіп өтейін. Осылай дәл осы түспен тігіп өтесіздер. Міне осындай болады. Аяғына дейін осылай тігіп өтесіздер. Енді мынау етек жағына тігеміз. Етек жағына қалай тігетін көрсетсем, мінекей осындай болады. Су. Енді етек жағына суды жүргізіп өтеміз. Қазір мен қалай жүргізуді үйреткен сіздерге көрсетем. Бірінші, мына матаның үстінен екі матаны біріне біріктіріп тігіп өтеміз бірінші. Үстіңгі жағы мен астыңғы жағын екеуін біріктіріп тігіп аламыз. Лентаны аламыз да, ұшын ішке қарай 3 бұрышқа бүктейміз. Мынандай 3 бұрышқа бүктеп аласыздар. Ана қайырылып тіккен жерге әкеп қоясыздар да, төмен қарай тіге бастайсыздар. Неге 3 бұрышқа тігеміз? Өйткені бұрышы шығып тұру керек. Сол кезде суыңыз әдемі болып көрініп тұрады. Төмен қарай тігесіздер, бір жолақ қып, дәл сөйтіп суды тартып отырып тіге бересіздер. Суын жүргізіп болдық. Осындай болады. Бұрыштардың бәрін әдемі көрдіңіздер ме жаңа бұрышын? Енді мен кантты қалай жүргізетінін көрсетейін. Кант деген осындай болады. Бір шетінде, ішінде лента тұрғандай болады. Бұның неше түрлі болады, ажлысы болады, матовый цветі болады. Мынандай өзінің кант тігетін лапкасы болады. Сондай лапкамен тігесіздер бұны. 50 сантиметр сәл төмен түсіресіздер. Лапканың шетіне қоясыздар. Ортаны шетке қойып тігесіздер. Қақ ортаға қоймайсыз, шетке қоясыздар. Қадам 3 бола беріп, 3 болсын немесе 2 болсын тіге бересіздер. Жаймен кантты сәл ғана тартып отырып, ұзынан тігіп отырасыздар. Басынан аяғына дейін солай тігіп кетесіздер. Осындай біркелкі шетін ұстап отырып тартып отырасыздар. Бұны арнайы лапкамен тігіледі. Өзі лапкасындай кант тігетін өзі лапка болады. Жанармай машинасында, промышленный машиналарында болады. Жегін жаймен бетіп қайырасыздар. Көрдіңіздер ме? Жегін бұрышқа тақамай жаймен қайырып отырып тігесіздер. Сол кезде көрпешелеріңіз тіккен кезде, астарын тіккен кезде әдемі болады. Мінекей осындай болып шықты. Енді қосылған жері осындай болады. Енді жегінің барлығын оберловка жасап жібереміз. Оберловка жоқ болса зигзагпен тігеміз. Зигзагты қадамына қойып аласыздар да, басынан аяғына дейін канттың шетінің бәрін зигзагпен тігіп өтеміз. Зигзагтап болдық, шеті осындай болды. Енді осындай әдемі болады. Зигзагтап болдық, осындай көрпеше шықты. Видеоны аса комментарий қалдырып лайк басып кетіңіздер.
сіздермен болған мен серпіл мейірбайқызы. Сау саламатта болыңыздар.